Қайырлы күн достар, бүгінгі сабақта Pinduoduo сайтынан товар алған кезде товардың салмағы қанша болатынын сұрау туралы сабақ болады, продавецтен. Қараңыздар, кез келген товардың салмағын қарап үйренейік. Ол үшін Pinduoduo сайтын ашамыз. Міне бірінші шыққан товар бізде. Продавецпен чатты ашамыз. Переводчикті ашамыз. Орысшадан қытайшаға аударамыз, иә. Жазған текстімізді скопировать етіп аламыз. Pinduoduo сайтында міне продавецке жаңағы текстті жібереміз. Сколько килограмм этот обувь деп жазған, немесе болады сколько весит этот товар десек те болады. Енді аяқ киім емес, мысалы басқа товар алып жатырық деп елестететін болсақ, осылай жазсақ болады, неше түрлі, просто орысшасын жазамыз, қытай тіліне аударамыз. Міне продавецтен осындай 500 грамм деген ответ келеді. Біз 500 грамм екенін түсініп тұрмыз, но сонда да уверен болу үшін перевод жасап алсақ болады. Осылай переводчикқа салсаңыздар, міне 500 грамм деп шығып тұр, ол яғни килограммға да жетпейді.